Ақтілек жастайынан адыраспанның қасиетін біліп өскен ауыл баласы. Адыраспан тұрған жерге құрт құмырсқаның келмейтінін, ата-анасының үйді осымен жиі аластап тұратынын да көзі көрген. Қазір Назарбаев зияткерлік мектебінде оқитын ол, қураған адыраспан жапырағын пайдаланып, майшам жасаған. Бәрімізге белгілі адыраспан өсімдігі өзіміздің өлкемізде көптеп кездеседі, және де халық емінде оны көптеп қолданады. Майшамды күнделікті үйде де қолдануға болады деген ойдамын. Өйткені ішкі татқандағы түтіні адамның организмін тазалап шығатын болса, осы майшамды бір жағынан адамға керекті майшам ретінде қолданамыз, бір жағынан организмге пайдасы зор болады. Химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары табиғи байлықтың мол қорын тиімді пайдаланбақ. 12-ші сыныптың оқушылары бензин мен дизельдің құрамына табиғи қоспалар қосу арқылы улы газдарды жоюды дәлелдеген. Үшіншілік ацетиленді спирттердің негізінде жаңа оттекті қоспа дайындау. Яғни бұл қоспаларды біз жанармайдың құрамына присадка ретінде қолданатын болсақ, біздің бензиніміздің октан саны артады, яғни оның сапасы да артады. Біздің осыған қажетті шикізаттың барлығы да өз елімізде өндіріліп жатыр. Яғни осыны біз өз қаламызда, өз елімізде жасайтын болсақ, яғни бұл бізге өте көп пайда тиеді. Тракторларға, яғни көп көмек тиеді, біз білеміз, ол тракторлардың қазіргі кезде қолданып жүрген дизельді отындары, олар қыста бір минус 10 градустай, 20 градустай салқын түссе, олардың құрамындағы бензиннің құрамында сулар болады, сол қатық болады. Яғни бізге ол тиімсіз болады. Қазір бізде сол бағытымыз сол, яғни оның құрамындағы оның қату температурасын төмендету арқылы оны минус 30-40-қа дейін шыдатып, және де одан бөлініп шығатын зиянды газдардың мөлшерін азайту, және де сапасын арттыру. 2017 жылы Астанада өтетін халықаралық экспо көрмесіне қатысуға ниетті бүгінгі оқушылар болашақ энергиясы тақырыбында да жұмыстанбақ. 2017 экспосын бұл не? Жалпы алғанда, мысалы қазіргі күнде көптеген экология заттардың әсерінен экология ластанып жатыр да. Мысалы біздердің негізгі жұмысымыздың да мақсаты бұл осы ауаға, табиғатқа зиянсыз экологиялық отын алу. Мысалы біздердің ғылым жұмыс егер толық соңына нәтижеге жететін болса, онда біз сапалы бензинді шетелден алмай-ақ біз өзіміздің Атырауда шығаруға мүмкіншілігіміз болады. Айта кетейік, Экспо 2017 көрмесі ТМТ елдерінің ішінде бізде алғаш рет өткізілмек. 3 айға дейін жалғасатын бүкіл әлемдік көрмеге әлемнің 100-ге жуық елі мен 10 халықаралық ұйым жалпы 2 миллионнан астам адам қатысады деп күтіліп отыр. Шолпан Сисеналиева, Ержан Шеруенов, жаңалықтар қызметі. Свечи, изготовленные из травы, гармлы обыкновенные, улучшение качества бензина и дизеля. В ТРА учащийся Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления сейчас занимается исследованием данных проекта. Пока же они представлены лишь на бумаге. Однако, если они будут реализованы, то в будущем потребители горюче-смазочных материалов смогут значительно сэкономить свои средства. Учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления хотят в своих исследованиях как можно шире использовать природное богатство края. Так сейчас ученики 12 класса работают над тем, чтобы, добавляя природные смеси, вывести ядовитые газы из состава бензина и дизеля. Нам нужно экологически чистое топливо, для этого необходимо улучшить его качество. Для того, чтобы уменьшить количество ядовитых веществ, выделяемых в окружающую среду, мы будем добавлять добавки в дизель. Если подумать, то при сильном холоде дизель замерзает, а придуманный мой способ помогает преодолеть эти трудности. Учащиеся данной школы хотят принять участие в международной выставке «Экспо», которая пройдет в 2017 году в Астане. Поэтому они сейчас активно работают над проектом «Энергия будущего». Сейчас мы видим, как из-за ряда причин загрязняется наша экология. Наша цель – это изобрести топливо, которое не будет загрязнять окружающую среду. В целом интерес у учеников к научным работам очень высокий. Они часто приходят ко мне с разными предложениями о том, чтобы провести какие-либо научные исследования. Если мы успешно завершим этот проект, то в будущем мы не будем закупать качественный бензин за границей, а будем его производить сами. Необходимое для этого сырье имеется в нашей области. Отметим, что выставка «Экспо-2017» первой из стран СНГ пройдет в нашей стране. В выставке, которая будет длиться в течение 3 месяцев, примут участие около 100 стран мира и 10 международных организаций. В целом ожидается участие более 2 миллионов человек. Шолпан Сисеналиева, Слухи Аттаргазы, Ержан Шеруенов, служба новостей.